Шырғалаң 4-ші бөлім. Авторы Айдана Істілеуова. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Орталықта жалданған пәтерге келдік. Досы бізді әкеліп тастап кетіп қалды. Біз оңаша қалдық. Осы кезге дейін төсек қатынасы туралы әңгіме өрбісе, қашқақтап, жөнді жауап бермейтінмін. Ойымда қалай айтамын, қыз емес шығармын мен мүмкін. Себебі зорлыққа бір емес, бірнеше рет түстім ғой. Егер ол маған мұндай лас қыз керек емес деп тастап кетсе не істеймін? Жүрегім қалай шыдайды деп уайымдаумен болдым. Қолында маған арнап алған ойыншық-қонжық және гүлі бар екен. Құшақтап, құттықтап, мені сүйе бастады. Өзімді еркін ұстай алмадым. Тек ойымда жаңағы сұрақтар болды. Бір кезде тоқтап, жаным, сен дайынсың ба? Сенмен түнді бірге өткізгім келеді. Егер дайын емеспін десең, қинамаймын. Құшақтасып ұйықтаймыз. Сенің еркіңсіз, саған тиіспеймін деді. Білмеймін неге олай айтқанын. Мүмкін бір сыр барын сезген болар. Себебі бірнеше рет осы сұрақты телефонмен қойған еді. Жауап бере алмай қашқақтап сылтаурататынмын. Мен жауап бермеген соң көзіме қарап тұрып, сен мені қалайсың ба? Мені сүйесің бе? Неге менен қашқақтай бересің деп сұрақты төтесінен қойды. Мен өзімнің қыз емес екенімді, бұрын зорлыққа ұшырағанымды, ол туралы сұрамауын өтіндім. Егер сенбесең, бірге болғың келмесе, қазір ашығын айтып, менің сезіміммен ойнамауын өтіндім. Көзім жасқа толып, даусым дірілдеп, әрең шықты. Ол бірінші телефон қарап ұзақ отырды. Сосын терең күрсініп, кім оны істеген? Айтшы, өлтіріп тастаймын деді. Мен ол туралы сұрамауын өтіндім. Дайын болған кезде өзім айтамын деп құшақтап ашуын басқан болдым. Мойнымнан иіскеп, мені аймалай жөнелді. Осы жолы қарсыласпадым. Оны жоғалтып алудан қорықтым ба білмеймін, ығына көне бердім. Маған ешқандай күш көрсетпеді. Менімен өте нәзік болды. Түн мен үшін өте керемет өтті. Екеуміз бақытты едік. Жалғасы бар.